Ғибратты әңгіме, өмірдің өзі зинақор. Дөкей кабинетінде отыр. Қағаздарын жинастырып, шығарда хатшысына. Бүгін Астанадан менің құрметті қонағым келе жатыр. Ұят болмасын. Бір әдемі құрбыңды дайындап қой. Төртеуміз ғана отырамыз. Демалатын жерді қосымша хабарлаймын. Үйінде әйелі бөтен еркекпен хабарласып, сыбырласып, сырласып жүр. Анда-санда телефонның тұтқасын сүйіп қояды. Бой жеткен қызы телесериал көріп отыр. Шешесіне қарап қояды. Бұл қатер емес. Шешесі телефонның тұтқасын сүйіп қимай қоштасады. Дөкей үйіне келеді. Диванда отырады. Әйелі: қызың аттестат алды. Директорына мектеп меңгерушісі айтып жатып, бағаларында тураладым. Енді жұмыс дей бермей қалаға апарып, оқуға орналастырып келсеңші. Біреуге жаутаңдатпай, жатақханада қайыршының күйін кешкізбей, пәтер алып бер өзіне. Қатарынан кем болмай оқысын. Дөкей дауыстап: Жансұлу, дейді. Қызы келеді. Қандай оқуға түскің келеді? Бәрібір, әйтеуір мұғалім болмасам болды. Мұғалімнің несі жаман екен? Қойшы, өмір бойы миымды ашытып, мектепте жүрем бе, жынды сияқты. Енді кім болғың келеді? Қызы иығын қиқаң еткізеді. Шешесі: оның несін сұрай бересің? Қай оқуда жақсырақтансың болса, соған апара бермейсің бе? Баланың миын ашытып. Ойбай-оу, түсіруін түсіремін ғой. Бірақ адамның өз ойлаған мақсаты болуы керек емес пе? Қызы: бастық болғым келеді, дейді. Оған барлығы таң тамаша болып күледі. Сөйтпейсің бе бағанадан бері? Әкесі, қызы, шопыры ауданнан мәшинемен шығып келеді. Қалаға жетеді. Ресторанда универдің деканымен бірге дастарханда отыр. Декан: өзім оқытам, өзім қадағалаймын. Қызыңыз тек қана сабаққа келіп тұрса болды. Қалғанын өзім реттеймін. Әкесі: менің де естігім келгені осы сөз еді. Мына портфельдегі менен сізге сыйлық болсын. Ал ішінде айтқан ақшаңыз толық бар. Кейінірек тағы керек болып жатса, хабар берерсіз, жеткіземіз. Жеткізу үшін жүрміз ғой осында. Екеуі қол алысады. Түн жарымда қыз дискотекада жұлқынып билеп жүр. Музыка бітеді. 3-4 қыз жігіт құшақтасып шығып машинаға мініп кетеді. Әйелі телевизор көріп телефонмен сөйлесіп отыр. Қайным-ау, ағаң тағы командировкаға кетті. Әйеліне қарауға уақыты жоқ. Бүгін кешке үйге келсеңші, білесің ғой, үйде ешкім жоқ. Сен жақсы көретін тамақты дайындап қоямын. Сылқылдап күледі. Алдымен келсеңші, қалғанын көреміз ғой. Әйелі телевизор каналын ауыстырып отырады. Ауыстырған каналында имам уағыз айтып отыр. Құранда зинашы ерге, зинашы әйел лайық. Мүшрік ерге, мүшрік әйел лайық екені анық айтылған дегенде, әйел жақтырмай каналды ауыстырып жібереді. Дөкей қонақ үйге келіп орналасады. Газеттен қыз іздейді, звондайды, бір әйел сөйлеседі. Қанша жастағы болсын, ұлты кім болса да мейлі ме, әлде өзіміздің қара көздерден жіберейін бе? Әрине, бәрін өзі жасайды, ұятқа қалдырмайды. Қыз әкесі орналасқан қонақ үйге жеңгетай әйелдің
арнайы шақыртуымен келе жатыр. Баспалдақпен көтеріліп келеді. Көкірегін ашып қояды. Дөкей әндетіп, телевизор қойып, әтір сеуіп, столды жайнатып қойған. Қыз есікті қағады. Дөкей есікті ашып, қызын танып, жүрегін ұстап құлайды. Жедел жәрдем машинасы көшеде келе жатыр. Бұл әңгімеден алар түйін: ненің қызығын көп көрсең, соның күйігін бір тартасың.